Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода бананның пайдасы менен зияны туралы айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінде бананды білмейтін жан жоқ. Күнделікті болмаса да пайдаланамыз бананды. Бұл жағымды тәтті жеміс қана емес, денсаулыққа да пайдасы өте зор. Енді құрамына, қуатына келейік. Бананның құрамында 20% углевод, 16% қант бар. Бананда бұдан басқа Е витамин, С, В6 сияқты дәрумендермен қатар калий, магний, натрий сияқты микроэлементтер де бар. Сондай-ақ банан пайдалы витаминдер мен микроэлементтерге бай. Бананды десерт қылып беретіндер көп. Одан торт, тәтті тағам жасайды, нан пісіреді. Тәбет пен ұйқы қашқан кезде, дене ісінген кезде бананның пайдасы өте көп. Қан қысымы жоғары баспа мен жүрек қан тамыры ауруларымен ауырған адамдарға банан жеу қажет. Есте сақтау қабілеті нашарлаған кезде, ұмытшақтық кезде де бананның пайдасы өте мол. Дәрігерлер күніне 2 рет банан жеген қан қысымын төмендетіп, инсульттың дамуына кедергі болады дегенді айтады. Сондай-ақ күніне тек банан ғана жесеңіз, артық салмақтан арылуға да болады. Бананның құрамында белок өте аз мөлшерде болғандықтан, 6-7 күн диета ұстаған жағдайда 2 жұмыртқа жеуге кеңес береді. Банан жемісінің құрамында калий көп болғандықтан, жүректің бұлшық еттерінің жұмысы жақсара түседі. Банан іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғаныш болып саналады. Банан асқазандағы изжога секілді жағымсыз жағдайлардан құтылуға да көмектеседі. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс болып саналады. Тіпті жас нәрестелерге де бананды жегенде ешқандай аллергия көріністері берілмейді. Банан кімге зиян? Бананның пайдасы көп бола тұра, оның кейбір адамдарға зияны да бар. Жалпы банан зиянды жеміс емес, тек кейбір аурулары бар адамдарға не науқастарға жеуге болмайды. Банан көп жейтіндердің күніне 5-ден көп болса, басы ауырып, ұйқы басуы мүмкін. Сондықтан нормамен жеген дұрыс. Бүйрегі ауыратын адамдарға банан көп жеуге болмайды. Өйткені банан ағзадағы суды сыртқа шығарып жіберетін жеміс болып саналады. Ал бүйрекке ағзада судың жеткілікті болғаны қажет болады. Көктамыры қабынған адамдарға банан аз жеу керек. Жоғарыда айтқанымыздай, бананның ағзадағы суды сыртқа айдайтын қасиеті бар. Ал ағзада су азайып қалса, қан тамыры суысап, қоюланып кетеді. Содан қан айналымы нашарлауы мүмкін. Асқазаны ауыратын адамдарға да банан жеуге болмайды. Өйткені банан асқазанда ұзақ қорытылатын жеміс болып саналады. Ас қорытуы бұзылған жағдайда бананды қорыту қиын болып қалады. Одан бөлек банан қыжылды көтеруі мүмкін. Диабетке шалдыққандардың да банан жемегені дұрыс. Себебі қандағы глюкозаны көтеріп жіберуі мүмкін. Бананның қабығы да пайдалы болып саналады. Төменде берілген мысалдар бұл сөзімізге дәлел бола алады. Күмісті тазалайды. Бананның қабығы өңі кетіп қалған күміс заттарды қалпына келтіреді. Ол үшін қабықты блендерде азғантай су құйып еземіз. Артынан жұмсақ матамен күмісті тазаласақ, біртіндеп қара дақтардың кетіп жатқандығын көреміз. Одан кейін күмісті банан қабының қалдықтарымен тазартып, жылтырату үшін жұмсақ матамен жақсылап сүртіп аламыз. Аяқ киімдерге арналған жақпа май банан қабығының құрамындағы майлар мен балауыз, оны аяқ киімді тазалап, жылтырату үшін қолдануға мүмкіндік береді. Аяқ киімді қабықтың ішкі жағымен сүртіп,
үстінен құрғақ матамен сүртеміз. Бананның қабығы тісті ағартады. Кәдімгі тіс пастасымен тісіңізді тазалап болғаннан кейін тісіңіздің үстінен банан қабығының ішкі бөлігімен минуттай сүртіңіз. Қабықтағы калий, кальций, магний, марганец және фосфор сынды минералдар тіске пайдалы әрі оны ағартуға септігін тигізеді. Артынан бананның қалдықтарын кетіру үшін тісіңізді тағы бір рет жуып тісіңізді ағарту үшін осылай күніне 1-2 реттен қайталап тұрыңыз. Бананның қабығы тікенді шығарады. Егер денеңізге тікен кіріп кетіп, оны ала алмайтындай жағдай болса, тікен кірген жерге бананның қабығын ішкі бетімен қойып 24 сағатқа таңып қойыңыз. Банан қабығындағы ферменттер тікенді терінің сыртына шығарып, жараның тезірек жазылуына септігін тигізеді. Сонымен қатар ол қабыну мен түрлі жәндіктердің шағуынан пайда болатын тітіркенуді де басады. Ол үшін бананның қабығын ішкі жағымен жараға немесе шағылған жерге қойып таңып тастаймыз, немесе ысқылаймыз. Күніне бірнеше рет осылай істесеңіз, жара тез жазылып кетеді. Бананның қабығы халық еміне сүйелді кетіру үшін қолданылады. Ол үшін бананның қабығын іш жағы мен сүйелдің үстіне қойып, 1 күнге байлап қоямыз. Сүйел жоқ болып кеткенше осылай істеп жүру керек. Кейбір сүйелдер 1 аптада кетсе, кейбіреулері 1 айдай уақытты қажет етеді. Бананның қабығы псориаз бен безеуді кетіреді. Псориаз бен безеуді кетіру үшін бананның қабығын ішкі қабаты мен қабынған жерлерді сүртсеңіз, бірнеше күннен кейін өзгерістерді байқай бастайсыз. Банан қабығы минералдар мен антиоксиданттарға бай. Егер күнделікті бананның қабығымен бетіңізді, мойныңызды сүртіп тұрсаңыз, теріңіз ылғалданып, әжімнің түсуі азаяды. Бананның қабығы сонымен бірге гүлдерге тыңайтқыш ретінде де пайдаланылады. Бананның қабығын 1 литр суға салып, қақпағын жауып 2-3 күнге қоямыз. 2-3 күннен кейін банан салынған суды, қанша су болса, сонша үй температурасындағы суды қойып араластырамыз. Араластырған суымызды үйіміздегі гүлдерге құямыз. Гүлдеріміздің жапырағы жап-жасыл болып жайқалып өсе келеді.